Бәріңізге сәлем достар, 2 апельсиннен дайын болатын табиғи осындай дәмді шырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 апельсин және лимон қышқылы, немесе лимон қышқылы болмаса сізде лимонның жартысын суын сығып құйсаңыз болады. Және қант қажет болады, және 5 литр қайнаған суытылған су қажет болады. Біз апельсинімізді 2 сағат бұрын холодильникке салып қою қажетпіз. Сол кезде езілмей туралатын болады. Енді осылай барлығын қалағанымызша ұсақтап турап аламыз. Содан кейін мен блендерге езіп аламын. Сізде блендер болмаса, ет тартқышпенен өткізіп алсаңыздар болады. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген шырынның түрлерімен және компоттың түрлерімен бөлісетін боламын. Барлығын міне турадық. Енді блендерге салдым мен. Енді қазір езіп аламын. Сізде блендер болмаса, ет тартқышпенен өткізіп алсаңыздар болады. Міне менің езбем дайын болды. Енді қазір басқа ыдысқа салып, үстіне 2 литр суымызды құямыз. Жаңа біз қайнатып суытып қойған суды осының үстіне құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін бетін жауып, 2 сағатқа холодильникке қоямыз. Енді бізде қалған 3 литр суымызды осындай ыдысымызға құйып, сүзгімізді осылай қоямыз. Сізде мынадай үлкен сүзгі болмаса, мәрлімен жасасаңыздар болады. Қыздар, бізде 2 сағат өтті. Міне біз жаңа араластырған езбеміз бен суымызды осылай сеткінің үстіне құйып, барлығын сүзіп аламыз. Бізде сүзгімізде ең құнарлы табиғи жері қалды. Осының ішіндегі соғының барлығын қасықпен сығып аламыз. Сізде мәрліге сүзген болсаңыз, мәрлімен ішіндегі қалған соқтардың барлығын қолымызбен сығып, ішіндегі барлық шырындарын алып аламыз. Барлық шырынын алғаннан кейін келесі кезекте біз қантымызды аз-аздан салып отырып, осылай араластырып отырамыз. Біздің қантымыз әбден езілуі керек. Менде 400 грамм қант қостым. Енді бізге лимон қышқылы қажет болады. Ас қасықпенен толтырмай 2 ас қасық саламыз. Сізде лимон қышқылы болмаса, лимонның жартысын суын сығып ішіне қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап енді араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызықты соқтармен және тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Барлығын жақсылап араластырдық. Біздің қантымыз езілуі керек. Енді бетін жауып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салқындағанша қоямыз. Біздің соғымыз дайын болды. Осындай табиғи шырынды міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, сіздерге ұнайды.